Сәлеметсіздер ме оқушылар, қазақ тілі пәнінен 73-ші сабақты бастайық. Бүгінгі сабақтың тақырыбы түбір мен қосымша, яғни өткен сабақты жалғастырамыз. Бүгінгі сабақта сіздер түбір мен қосымшаны ажырата аласыздар. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастырасыздар. Ең алдымен сабақты бастамас бұрын өткен сабақтағы ережелерді есімізге түсіріп алайық. Түбір дегеніміз не және қосымша дегеніміз не? Түбір дегеніміз сөздің одан әрі бөлінбейтін мағыналы бөлігі. Қосымша дегеніміз сөздің түбірге жалғанған бөлігі. Енді оқулықпен жұмысқа көшейік. 36-ші жаттығуда мәтін берілген, мәтінді оқып шығайық. Менің інім компьютерге әуестеніп алды. Достарымен футбол ойнауды қойды. Мен інім үшін қатты алаңдадым. Өйткені компьютерде үнемі ойнау зиянды. Інімді далада ойнатудың бір амалын таптым. Екеуміз далаға шығып спортпен айналысамыз. Енді ол компьютерге емес, даладағы ойындарға қызыға бастады. Қазір біз ауладағы балаларды жинап футбол командасын құрдық. Інім сол команданың капитаны болып сайланды. Мәтінді талдайық. Ең алдымен сұрақтарға жауап берейік. Менің інім неге әуестеніп алды дейді. Менің інім компьютерге әуестеніп алды, яғни көп ойнады. Компьютермен көп ойнағандықтан футбол ойнауды қойды. Мен інімді далаға ойнату үшін қандай амал таптым? Оны далаға алып шығып, спортпен айналыстық. Даладағы неше түрлі қызықты ойындарды ойнай бастадық дейді. Үшінші, аулада қандай ойын ойнадық? Футбол ойын ойнады, басқа да ойындар ойнады. Футбол командасын құрып, футбол ойынын ойнады. Команда капитаны болып кім сайланды? Команда капитаны болып інім сайланды. Осы мәтінге қандай ат қоюға болады? Бұл жерде інісі туралы айтылған және футбол. Мен және інім немесе футбол ойыны деп мәтінге ат қоюға болады. Енді бұл мәтінге сүйеніп, дәптерді екі бағанға бөліп, компьютердің пайдасы мен зиянын тізбектеп жазып шығыңдар. 37-ші жаттығу. Суреттегілерге қосымша жалғап, екінші бағандағы сөздермен байланыстырып жаз. Бұл жерде сурет және сөз берілген, бірақ сөздің қосымшасы жоқ. Біз қосымшаны жалғап, сөйлемдерді дұрыс құрастырамыз. Бұл жерде бірінші сурет шана, сырғанады. Мысалы, сөйлем құрастырайық. Шанамен сырғанады. Парашютпен секірді. Бассейнге шомылды. Доппен ойнады. Яғни сырғана, секір, шомыл, ойна деген етістіктерге біз д қосымшасын жалғап сөйлем құрастырдық. 38-ші жаттығу. Бұл жерде жаңылтпашты жадқа жаз дейді. Дойбышыны дойбышы ұтты, ұтқан ұтып, ұтылған ұтылып, ойын бітті дейді. Бұл жерде қарамен жазылған сөздерді көшіріп, оның түбір мен қосымшасын табу керек. Қарамен жазылған сөздер дойбышыны және дойбышы. Дойбышыны деген сөзде дойбы түбірі болады, ш жеке қосымша, н жеке қосымша болып табылады. Келесі дойбы түбір сөз, ш жалғау қосымша. Келесі 39-шы жаттығуда шығармашылық үзіліс берілген. Бұл жерде логикалық тапсырма. Жүгіру жарысынан Әнуар, Мағжан, Талғат 3 орынды алды. Мағжан 2-ші орын алмаса, Ануар 1-ші орын алмаса, ал Талғат 3-ші орын алмаса, кім қандай орын алды? Тауып көрейік, кімнің қандай орын алған? Егер Мағжан 2-ші орын алмаса,
Әнуар бірінші орын алмаса, Талғат үшінші орын алмаса, кім қандай орын алады? Ал Талғат онда бірінші орынды алу керек. Талғат бірінші орынды алса, ал Әнуар бірінші орын алмаса, онда Мағжан екінші орын алмаса, Әнуар екінші орын алады. Енді Талғат бірінші орын, Әнуар екінші орын алса, онда Мағжан үшінші орынды алады.